Hello my dear friends. Сәлем достарым. Сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Тақырыбымыз Past Simple Passive. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Past Simple Passive, яғни істелінген іс-әрекет біреу арқылы жасалады. Көбіне бұл орыс тіліндегі действительный залог және страдательный залог. Мысалы, ол алма жеді. He ate an apple. Ал енді біреу арқылы жасалған, алма ол арқылы желінді. The apple was eaten by him. Алдыңғы видеоны қарасаңыздар, to be етістігімен және де етістіктің үшінші формасы арқылы жасалынған. Енді мінеки to be-дің өткен шағын аламыз. Пассивтің жасалу жолы, өзгеретін бөлімі to be-дің was немесе were-ны аламыз да, етістіктің өзгермейтін бөлімі етістіктің үшінші формасы немесе дұрыс етістікке ed жалғанады. Мысалы, written ол етістіктің үшінші формасы бұл irregular verbs, және де cook regular verb ол ed жалғады. Қазақ тіліне аударып көрейік. Translate into Kazakh. The food was cooked by mom. Тамақ анам арқылы жасалды. Thomas was washed by daddy. Томас әкем арқылы жуынды, яғни Томасты жуындырды деген сөз. Children were taught by Miss Chatter. Miss Chatter арқылы балалар үйретілді, яғни оқыды. Books were bought by the pupils. Кітаптар оқушылар арқылы сатып алынды, яғни кітаптар сатып алынды. Flowers were watered by Anne. Анна арқылы гүлдер суғарылды. Correct the sentences. Сөйлемдерді дұрыстап көрейік. The book were bought by Jim. Кітабымыз бізде the book бір ғана жекеше тұрғандықтан бізде when-ның орнына was болады. The cake was cooked yesterday. Пирог кеше пісірілді. Cook, яғни оған ed жалғауымыз керек. Себебі етістіктің үшінші формасы немесе дұрыс етістікке ed жалғауымыз керек. The text were right at home. The text were written at home болады. The hat were put on. The hat, шляпамыз бір ғана шляпа болғандықтан were-ның орнына was. Jack was washed by Mark. Was washed ed жалғаймыз. Thank you so much. Видеом қызықты болса, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Goodbye!